Саламатсыздар ма? Мен Баянбаева Гүлдариға Құрманбаевна Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы Ақтау көлік колледжінің химия пәнінің оқытушысы. Сабақтың тақырыбы азотты органикалық қосылыстар және аминдер. Өткен сабақтар барысында сіздер бірқатар азотты органикалық қосылыстарды кездестірдіңдер. Оған нитротолуол, нитробензол, тринитроглицерин және тағы басқа қосылыстарды жатқызуға болады. Осы нитро қосылыстармен бірге аминдер және құпиясы жетерлік тіршіліктің негізі болып саналатын биополимерлер, нәруызды құрайтын кірпіштер, амин қышқылдары туралы өтетін боласыңдар. Нәруыздармен бірге нәруыз биосинтезіне қатысып, адамдағы тұқым қуалайтын қасиетке ие нуклеин қышқылдары да осы азотты органикалық қосылыстарға жатады. Демек, осы тарауда аминдер, амин қышқылдары, нәруыздар және нуклеин қышқылдарын толық танысып өтесіңдер. Молекула құрамында азоты бар органикалық қосылыстарға жаңа айтып өткендей нитроқосылыстар, аминдер, амин қышқылдары, нәруыздар және нуклеин қышқылдары жатады. Нитроқосылыстар деп молекула құрамында көміртекпен тікелей байланысқан нитротоп, NO2 тобы болатын қосылыстарды айтады. Мысалы, нитрометан, нитробензол. Мысалы, нитрометанның формуласы H3NO2, яғни нитротоп бар. 6H5NO2 бұл нитробензол. Нитроқосылыстарды алу үшін органикалық қосылыстарды тікелей азот қышқылымен әрекеттестіреді. Суретте толуолдың азот қышқылымен әрекеттесіп, тринитротолуол, яғни жарылғыш зат тротилді алу реакциясы көрсетілген. Нитроқосылыстармен бірге жоғарыда айтып өткеніміздей бұл топқа аминдер жатады. Аминдер молекуласында бір немесе бірнеше сутек атомы көмірсутек радикалына алмасқан аммиак туындысы. NH2 тобын амин тобы деп атайды. Аминдерді аммиак молекуласындағы сутек атомдарының орнын басқан радикалдардың санына қарай үшке бөледі. Біріншілік аминдер бір сутегі көмірсутек радикалына алмасқан H3NH2. Екіншілік аминдер бұнда аммиактағы екі сутек атомы көмірсутек радикалына алмасқан CH3NH2H5, яғни метил, этил амин. Үшіншілік аминдер бұл жерде сутек атомдары түгел көмірсутек радикалына алмасқан. Сіздерге мысал ретінде диметил этил амин берілген. Диметил болатын себебі екі жағында екі метил радикалы тұр. Аминдердегі көмірсутек радикалының табиғатына қарай алифатты және ароматты болып бөлеміз. Алифатты аминдер көмірсутек радикалдары қаныққан көмірсутек радикалдарымен амин тобы байланыста, ароматты аминдерде фенил радикалымен байланысады. Оларды фениламин немесе қалыптасқан атауы анилин деп атайды. Аминдерді атау үшін аминдердің аттарындағы көмірсутек радикалының атына амин сөзі қосылып айтылады. Мысалы, метил амин, этил амин, пропил амин. Астыңғы суретте изопропил амин бейнеленген, немесе оны екі амин пропан деп атайды екенбіз. Себебі екінші көмірсутек атомында амин тобы орналасқан. Аминдерді алу үшін нитроқосылыстарды өршіткінің қатысында тотықсыздандырып алады. Оған өршіткі ретінде палладий, платина, никель металдары қолданылады. Бірінші реакцияда этиламиннің сутегімен тотықсыздан, нитроэтанның сутегімен тотықсыздан этиламин алыну. Екінші реакцияда өршіткі қатысында анилин алу реакциясы көрсетілген.
Анилинді алудың тағы бір жолын 1842 жылы орыс ғалымы Зинин ұсынған. Ол нитробензолды күкіртсутекпен тотықсыздандырып анилин алған. Бұл реакцияны Зинин реакциясы деп те атайды. Аминдердің физикалық қасиеттері аммиакқа ұқсас. Төменгі молекулалы аминдер газдар, иістері аммиак сияқты жағымсыз өткір болып келеді. Ортаңғы аминдер сұйық заттар иісі балықтың иісін еске түсіреді. Аминдердің көпшілігі органикалық еріткіштерде жақсы ериді. Химиялық қасиеттер жөнінде аминдер аммиакқа ұқсас. Аминдердің судағы ерітінділері аммиак сияқты сілтілік қасиет көрсетеді. Олар аммиак сияқты қышқылдармен әрекеттесіп, сәйкес тұздар түседі. Сондықтан да аминдерді органикалық негіздер деп те атайды. Аминдердің негізгі қасиеті аммиактан жоғары. Суда ерігенде ерітіндісіне лакмус тамызатын болсақ, сілтіге тән реакция көрсетеді. Аминдер ерітінділерінде аммиак сияқты оң зарядталған сутек иондарын қосып алып, аммонийлі қосылыстар түзіледі. Бұл жерде метиламиннің сутегімен сумен қосылып, метиламоний гидроксид түзілу реакциясы көрсетілген. Қышқылдармен аминдер әрекеттесіп тұз түзеді. Бұл бейтараптану реакциясы. Метиламиннің тұз қышқылымен әрекеттесіп, метиламоний хлоридінің түзілу реакциясы көрсетілген. Аммиактан айырмашылығы аминдер ауада жанады. Анилин. Жоғарыда айтып өткеніміздей, формуласы 6H5NH2 аммиакта бір сутек атомы фенил радикалына алмасқан туын деп қарастыруға болады. Анилин өзіне тән иісі бар, түссіз, майлы сұйықтық. Органикалық еріткіштерде жақсы ериді. Анилиннің химиялық қасиеттері аминдер сияқты тұз түзгенімен сулы ерітінділерінде лакмустың тұзын өзгертпейді. Қаныққан көмірсутек аминдеріне қарағанда анилиннің негізді қасиет төмендеу екендігін көрсетеді. Себебі фенол молекуласындағы сияқты бензол сақинасы амин тобындағы азоттың бос электрон жұбын өзіне тартады. Азот атомының электрондық ұзағы азайғандықтан протонды өзіне тарту қабілеті төмендейді де анилиннің негіздік қасиеті әлсірейді. Анилиннің химиялық қасиеті олар негіздер тәрізді қышқылдармен әрекеттесіп тұз түзеді. Бұл реакцияда анилиннің тұз қышқылымен әрекеттесіп фенил аммоний хлориді түзілу реакциясы көрсетілген. Аминдер дәрі-дәрмек жасауда, бояулар алуда, жарылғыш қопарылғыш заттар жасауда негізгі шикізат ретінде қолданылады. Осы айтқан қысқаша лекцияны негіз ете отырып, үйге тапсырма. Төмендегі кестеде бірқатар ұғымдардың анықтамасы, азотты органикалық қосылыстар біріншілік, екіншілік аминдер және анилиннің формуласын жазу, біріншілік, екіншілік аминдерге мысалдар келтіру және оларды айыра алу, кейбір қосылыстардың изотоптарын жазу және аминдердің қолдану жөнінде қысқаша тапсырма берілген. Осы тапсырмалар әрқайсыңызға вариант түрінде бөлек-бөлек түседі. Әркім өзіне түскен нұсқаны орындайтын болады. Сонымен бірге қосымша тапсырма Вен диаграммасын пайдаланып, алифатты аминдер мен анилиннің ұқсастығымен айырмашылығын осы диаграмма толтыратын боласыңдар. Осымен сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.